сақталмай қалыпты. Бір діни сектаға кіріп кеттің ба не деп дейді. Олар да мал шашулықтың сектасына кіріп кеткендер, бізден солай деп ойлайды енді. Так, сонымен аллегория жасаймыз. Яғни тауил әдісіне көшеміз. Тауил әдісі деген Құрандағы аяттарды тіке мағынасында қабылдамау, метафора ретінде түсіну, астарлы мағынасына үңілу, оның астында не болып не қойып атқан. Так, ойбы сақталмай қалған өкініш дейді. Сақталмай қалған переводы ғой, орысшасы бар ғой. Бірақ оригинал орысша, инглиже. Құдай білсін, оригинал бұның швейцар тілінде ме, француз тілінде ме жазылған жүр. Мейлі біз қазақша оқи береміз. Сонымен тәуелге кеттік. Адам атаның күнәсін белгілі бір мағынада қызығушылықтан туған орынсыз таңдау деп те тәпсірлеуге болады дейді. Мұны сіздер естеріңізде болса, бұның алдында біз айтқанбыз. Канттың айтатын сөзі ұмытпасам. Мен ғылыммен айналысқан кезде өзімнің еркіндігімді сезінбеймін, еркіндігім шектеліп тұрған сияқты сезінем деген. Бізде керісінше ғой, қазір мысалға дінге сенем десең, бейшара, сорлы, ақылы шектелген мешеу дін адамды рамкаға тығып тастайды. Ал ғылым адамның ақылына салынған шектеулерді, құрсауларды, тұзақтарды қиратады деп айтады ғой мысалға. Енді Кант сияқты ойшылдар керісінше айтады. Ғылыммен айналсам ақылым шектеліп сауланып қаламдағыны, дінмен айналсам еркіндігімді пайдаланам дейді. Не үшін десе, енді ғылымда қаяқтан еркіндік болады дейді, бәрі формула мен алгоритмге жатып алған дейді. 2 қосу 2 тең 4 дейді, сен басқа вариант түсіне алмайсың дейді. Физикада да солай. Үйкеліс күші, анау күші, Ом заңы, пәлен заң, түген заң, Ньютон ашып тастаған бүкіл механика заңдарының бәрі бір ғана формуланың ішінде тұрады, все болды. Оның сыртына шығып кетіп, маған бұл формуланың түйіні ұнамайды, мен жүрегім басқа бір нәрсенің түйінді қалап тұр деп айта алмайсың. Ол жерде керісінше жүріп отырады. Ал дінде не дейді? Ол жерде антиномия дейді. Ол не десең, бір Құранның сюжетіне 100 тәпсір жасала береді. И 100-і де дұрыс деп есептеледі. Бір оқиғаны әртүрлі подход жасай береді. Мысалға, адам атаның жерге түсуі нені білдіреді десе, бір сұраққа физикадағыдай, математикадағыдай, биологиядағыдай, химиядағыдай бір ғана жауап бермейді. Қай жерге дейін ақылың тартады, қанша ракурстан астарлы көре аласың, ақылың, интеллектің қай жерге дейін тартады, сол жерге дейін тарта бересің. Сол кезде адамның ақылының жағдай, ақыл құсы адаспай аспандаса, әлемде нәрсе болмас көзден таса деген бар ма? Ақыл құсының аспандайтын жері сол жер. Мысалға, адам атана қуылып кет десе, ол күнәһар, ол тыйым салынған нені жеді. Сондықтан ол қарабет болғаннан кейін Құдайдың жазасына, қаһарына ұшырады деп бір айтады. Дұрыс. Бірақ соңғы вариант емес. Екінші вариант десең, Алла адамның ішіндегі потенциалды жарғысы келді деп айтады. Қалай десең, адамның ішінде сондай бүкіл дүние жүзін таң қалдыратын ішінде сондай рухани күш қуат бар еді дейді. Егер ол жұмақта комфортта жүре берсе, ол ештеңемен күреспейді, ештеңемен тіреспейді, айналасында залымдық жоқ, басқа жоқ, содан кейін оның потенциалы жарылмайтын болғаннан кейін адамның потенциалы өмірде де шынымен де солай былай қарап тұрсам, кім комфортта өседі, келмейді. Бұл вариантта дұрыс. Көрдің бе, уже ойдың еркіндігі Құранда біліне бастады. Біз бір оқиғаға бірнеше тараптан келген сайын, біз өзіміздің ақылымыздың маталғанын емес, керісінше матаудан азат болғанын сезе бастаймыз. Үшінші бір вариант. Адам атана пештен қуылды десе, себебі Құдайдың мейірім, махаббат, күнәһарды кешіре алатын ұлық, бір кешірім бере алатын сипат ашылмай қалды дейді. Неге десе, жәннатта жүре берсе, несін кешіреді ол дейді, ештеңе қателеспейтін болса дейді. Сондықтан Алла тағаланың мейірім, махаббат деген ең ұлық сондай сипаттарының бірін білу үшін адам жерге кету керек дейді, күнә жасап. Содан кейін барып ана жақтан ойбайлап еңіреп жылаған кезінде
оның зарлы үні Құдайдың дәргайына дейін барып, Құдай оның дұғасын қабыл қылып, одан кейін қайттан оны сол көтеріп алған кезінде Құдайдың мейірім махаббатын сезінеді деп айтады. Өстеп кете береді ғой қысқасы. Мына енді соның бір вариант ретінде ұсынады. Сіздер осы әртүрлі вариантты оқыған кездеріңізде уже өздеріңіздің ақылдарыңыздың ашытылған қамыр сияқты тасып жатқанын сезесіңдер. Мына енді соның тәуелдің тағы бір вариантын ұсынып жатыр енді. Бұл Швейцарияның ғалымы, бұл мақаланың авторы, бұл мұсылман, суфи, атақты ғұлама, Understanding Islam деген әлемге аты мәшһүр бір кітабы бар. Құранға, пайғамбарға жасаған анализдер өте мощный. Бұл в основном Европаны сынап отыр енді қазір бұл жерде. Біз бұдан егер 30 жыл бұрын оқысақ, біз бұны онша түсінбес едік, не айтып отыр мынау деп. Бірақ Европадағы беспредел бізге де келгеннен кейін біз уже бұны жақсырақ түсінетін болдық. Былайша айтқанда, мына мақала авторының не үшін ойбайлап жатқанын біз тереңірек түсінеміз. Сонымен адам атаның күнәсін белгілі бір мағынада қызығушылықтан туған орынсыз таңдау деп те тәпсірлеуге болады. Давайте біз бұны енді жаңағыдай әсемпаздықпен алайық дейді. Яғни реалды Алла көрсеткен перспективадан емес, өз қалауымша көрсем бола ма деген қызығушылық. Яғни білетін адам, дана адам, хәкім адам әр оқиғаның, өмірдің, болмаса өмірдің ағыстарының жөн-жосығын дұрысын айтқан кезде, бұл қазақта бұрыннан бар мақалы, Абылай ханға айтып тымыш дейтін. Қарғысының ең жаманы қайсы десе, өзің білме, білгеннің тілін алма деп айтып дейтін. Яғни атығым автордың дейді Санди, пока айтпаймын, сендер өмірге құштар боласыңдар, авторын айтпай отырсам, неғұрлым құпия ұстасам, соғұрлым сендер ілімге ынтық боласыңдар. Дауыс жоқ дейді ғой. Біреу қатып қалды дейді. Дауыс бар дейді, біреу бар дейді. Менің атам Маңғыстауда белгілі молда болған, сопы жолын ұстанған Ержан Хазіреттің шәкірті дейді. Ержан Хазірет Шақпақ атаның басында жерленген мен. Ержан Хазіреттің басына барып Құран оқып кеттім. Ержан Хазіреттен оқыған Айдар Ишанның басына недегі Тұщы құдықтағы оған да барып Құран оқып кеттім былтыр апрель айында. Дауыс бар дейді. Все, болды, кете береміз онда. Онда енді мен жерде дауыс жоқ, қатып қалды деп өтірік саботаж жасайтын адамдарды блоктап тастаймыз. Динара шыңғыр жіберген соншама даююс бар деп жазып жіберіпті. Қатты мынандай не қылғаннан, хейжанланнан. Так, сонымен кеттік. Қазақта не дейді? Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді ғой. Сол жерде бәленің бәрі содан басталды деп, енді бұл тағы да бір тәуел беріп жатыр. Так. Әу баста адам ата кездейсоқтық, яғни случайностьтарды атаулының бәрін тек Аллаға қатысты көретін. Өмірдегі бір адамның ақылына сыймайтын тарс-тұрс өзінен өзі болып отқан сияқты, кездейсоқ соқтығысып отқан сияқты оқиғалар өйден тек қана Алланың қалауын көріп тұратын тұғын дейді. Басында бәрі нормальный кезінде дейді. Яғни Құдайдан тәуелсіз, оған байланбай өзінен өзі тәуелсіз нәрсе бар деп ойламайтын дейді. Яғни Алланың қалауынсыз, оның араласуынсыз өз бетінше әрекет ететін бір қандай да бір болмыстың түрі бар деген идея адам атаның миына кіріп те шықпайтын еді дейді. Егер әлемді, реалды, болмысты осындай тәңірлік тәртіпте, яғни бәрі періштелік тәртіпте, тәңірлік тәртіпте, Құдайдың қойып қойған затыменен, заңыменен, тыйымынан аттамай бәрі жүріп тұр десек, илахи тізбекте қарастырсақ, зұлымдық оған үйкеле жанаса алмайды дейді. Яғни бәрі Құдайлық тәртіппен кетіп бартқан кезде бос орын жоқ датауға. Бәрі престелген, бәрі нығыздалған, бәрі сығымдалған, бәрі сондай божественный жаңағыдай немен гармониямен кетіп бартқан кезде өрге маса тұмсығын тыға алмайды деген сияқты зұлымдық тұмсығын тыға алмайды. Жоқ зұлымдық өрді. сияқты зұлымдық тұмсығын тыға алмайды, жоқ зұлымдық өрді дейді. Атыраудағы Аняны өлтіріп тастайды да, олар үйінде спокойно отыра береді деп мысалға. Сосын Шардарада қалай өзінің әкесін ұрып өлтіреді да 5 жылға сотталады. Қалай ол Талдықорғанда Айзат деген келіншекті екіқабат күйеуі аттың құйрығына байлап сүйреп өлтіреді. Зұлымдықтың бәрі қайдан келді Қазақстанға? Қазақтар ондай емес еді ғой, қазақтар гуманный халық еді ғой, қазақтар қонақжай халық еді ғой деп жатыр еді.
нағыз залым, нағыз зұлым қазақтар болып шықты ғой енді 2026 жылы. Нағыз бұлай болды деп еді, себебі қазақтар өмірдегі болып жатқан оқиғаны енді Алламен байланыстырмай қойды. Сөйтіп түсінсеңдер болады, былайша айтқанда. Мына кімнің, автордың айтып жатқаны солай. Уже сен өмірдегі болып жатқан оқиғалардың бәрін илахи тәртіппен, тәңірлік тәртіппен жүріп жатыр деген, яғни бір божественный бір гармонияны егер сен бұл жерден көруден бас тартатын болсаң, болды, Алла деген жоқ, ол арабтардың құдайы, ислам дінін жалпы адамзатқа түскен бір дін деп емес, арабтардың діні деп айтатын туфтаға сенетін болсаң, оның ең сүйіктісі, елшісі, Құранды уахи қылып қабылдап алуға лайықты болған адамзаттың ең асыл тәжі, Мұхаммед алейхиссалату уассаламды педофил, мынау деп аузыңа келген оттайтын болсаң, дінді ойыншық қылып сөйтіп, аяғыңа шұлғау қылып орайтын болсаң, содан кейін енді жарайды, мақұл, енді дінді тегістедің, енді орнына не бересің деген кезде, бұның бәрі случайность, Алланың вообще қатысы жоқ дейтін болса, онда зұлымдық все болды, неизбежно. Енді бұл бос кеңістіктің бәріне зұлымдық кіреді. Уже сенің тұратын қалада неге күнәсіз адам олай зардап шегеді дейді. Оны мен білмеймін. Оны кейін ахиретте Алла тағаланың лично өзінен сұрайсыз. Өйткені до того мынау сыр көп, біз түсіне алмаймыз, оқиға ақылымыз тар. Демек, екінші бір бейкүнә адам зардап шегуі мүмкін болғандықтан, жалпы қоғам жаппай осы рухани ілімді игеруге уже мәжбүр болып қалады. Так. Енді кеттік, арғырап жүре берейік. Так. Есті ашыңдар шаң, жаман еріме тиіп атыр. Так, кеттік па? Алайда кездей соқтықты, ықтималдықты Алланы араластырмай, онымен тығыз қатынасы дұрыс тұр деп қарастырмай, олар өзінше бөліп кездей соқ бар болып тұр десең, онда зұлымдықты көруге деген құмарлығын қоза бастайды дейді. Қараш, чөтке айттым мысалға. Алайда кездей соқтықты, случайності, Алланың қатысы жоқ, өйткені деп алсаң дейді. Ал енді ғұламалар айтады. Случайность болмаса кездей соқтық деген нәрсе Алланың әлемді басқарудағы ең жиі қолданатын, ең қарапайым тәсілі деп айтады. Ал ең сирек қолданатын тәсілі бұл мұғжиза. Сверхъестественно бірдеңе банк еткізеді, аузың ашылып отырып қаласың. Ал былай бәрі естественно немен кеткен кезінде бәрі случайность сияқты болып көрінеді. Сондықтан случайность Алланың әлемді басқарудағы ең тиімді тәсілі деп айтады. Былайша айтқанда, осындай даналықтарды игеруге тура келеді деп атқаны ғой. Бұған енді Алланы араластырмай, онымен тығыз қатынаса тұр деп қарастырмай, олар өзінше бөлек кездейсоқ случайны болып жатыр бұның бәрі дейтін болсаң, онда адамның зұлымдықты көруге деген құмарлығы қоза бастайды. Онда біздің ішімізде отырған дьявол тірілет тағының уже преграда жоқ, кедергі жоқ, торможение жоқ, тосқауыл жоқ, ол күшейе бастайды. Сондықтан қазақ қоғамында меніңше бұл рухани ілім жайылмайтын болса, бұған жастар қызықпайтын болса, және жас жігіттер, жалындап тұрған қыздардан бөлек жас жігіттер бұны игеруге қызықпай, өмірін бұған арнамай тиіп қашып, сол қайда қыз бар, қайда жаңағыдай қырқын бар, қайда той бар, қайда жаңағыдай күлекеш жер бар, жеңіл желпі ырпың-жырпың ішінде жас жігіттер егер жүре беретін болса, осындай желігіп. Онда сіздер Қазақстан қоғамы өзінен өзі қайырлы мекенге, қайырымды мәканға айналып кетеді екен деп тәмеленіп қалып жүрмеңіздер. Жалпы зұлымдықтың арта түсетініне психологиялық тұрғыдан дайын жүріңіздер. Және өзіңізді сақтап жүресіз. Бір дурақтың қолынан случайно өліп кетпей үшін. Сақтық шараларын осылай күшейтесіз. Так. Сонымен біздің бойымызда зұлымдықты көруге деген құмарлық қозады. Бұл деген ізгілікті зұлымдықтың қарама қарсы
бір антоним ретінде көруге деген құштарлық. Яғни зұлымдық болады, оның қарсында ізгілік. Негізі әу баста айтты бұл. Егер бәрін божественный, яғни илахи тәңірлік тәртіппен реттеп қоятын болсақ, сондай құдайлық үйлесіммен, онда оның арасында зұлымдықтың кіретін ешқандай да шел қалдырмайсың деп. Ал егер шел пайда болды ма, онда бұрынғы жалғыз өзі тұрған ізгілікке зұлымдық антоним болып шыға келеді дейді. Уже екеуі де пайда болды дейді. Сабақ па дейді. Жоқ, бұл сабақ емес, бұл просто біз ой құмар адамдар өздері отырып алып ой қуалап жатыр. Так, бір-біріне байланып тұрған кездейсоқтық атаулының арғы бетін ашып қарасам деген қызығушылықтың соңы адам мен әлемнің расымен де кездейсоқтық, адам мен әлемді ғой енді, расымен де кездейсоқтық шұңқырына құлатып түсірді дейді. Яғни бір-біріне байланып тұрған кездейсоқтық атаулының арғы бетін ашып қарасам деген қызығушылық дейді. Яғни тыйым салынды ғой енді, мына бидай ағасын жеме, басың бәлеге қалады деп. Норвег ғалымы емес, Швейцария, Аленов. Так, сонымен біз ямаға құладық дейді. Шынымен де енді жүрсен, бұл ямаға біз бұрқ бір яманың ішіне құладық, бір шұңқырдың ішінде көзіміз бақырайып жатырмыз. И бұл ненің ішінде шынымен де уже Алланың жоқ, ол ізін көре алмайсың, бәрі кездейсоқ болып отқан сияқты уже бізге көрінеді. Енді илахи бастаумен байланыс күрт нашарлады да, айнала бұлдырап түк көрінбей кетті дейді. Айнала түк көрінбейді. Уже біз соқыр адам сияқты бұл дүниенің ішінде енді қарманамыз. Дал басылап әр білеге жабыса береміз енді. Так. Бұрын қоршаған орта Құдайдың нұсқап тұратын бір белгісі болса, бұл дүние енді керісінше пенденің көңіл көзіне перде болып тартылды дейді. Яғни біз бұрын кітап екі түрлі болады деп айтатын еді оны мұсылман ғұламалары. Қандай кітап екі түрлі болады десе, біріншісі Құран парақта қара сиямен жазылған түрінде. Яғни кітапты оқу арқылы біз Алланың бар екенін біліп, соған уже ішкі дүниемізді соған реттестіруге ыңғайланатын тұғымыз. Екінші кітап қайсы десе, ол дүние деп айтатын тұғым. Яғни дүниедегі тәртіпке қарап, жұлдыздардың тәртібіне қарап, желдің тәртібіне қарап, ағаштың өсуі, құстардың өнуі, ұшуы, қонуы, олардың балалауы, шөжелеуі, төлдеуі, бәрінің бір заңға бағынып жүріп жатқанын көріп, сол жерден, мына тәртіптің артында бір көзге көрінбейтін тағы да бір тәртіп бұны басқарып тұр. Сам по себе шыға алмайды мынау. Деп дүниеге қарап отырып, адамдар оның аржағында, дүниенің аржағында көзге көрінбейтін нені, бұл дүниені тезахур дей ма, тежелли, яғни көзге көріну, аржағдағыны батил дей ма, батин дейді. Батин көзге көрінбейтін жағы. Сонымен енді біз бұрын айналадағы, қоршаған ортадағы әртүрлі осындай жаратылысқа қарап отырып, батинді көріп қоятын тұғымыз. Яғни тезахурдан батинге шығатын тұғымыз. Жариядан құпияға өтіп кететін көпірет бұл дейді. Енді атаның басы саған дейді. Енді бұл дүние саған ештеңені көрсетпейді. Керісінше сенің көзіңе енді бұл перде болып тартылады дейді. Әлем адам ата үшін бөлек тұрған бөтен белгісіз аймаққа айналды дейді. Бұрын енді әлем, Алла тағала әлемнен бөлек емес, бірге де емес. Әлемнің әуелі, ақыры, іші тысы бәрі бір өзі дейтін трансцендентті құлай түсіндіргенде осылай болатын болса, енді адам көкірек көзі, жаңағыдай көзіне перде тартылып, случайностардың машинасына, шестернясына, цептерге оратылып кеткеннен кейін, так, бұл әлем бізге енді бөтен болып көрінеді. Так, айналадағы заттардың мөлдірлігі жоғалып, transparency, прозрачность, салмағы артып, зілдей болып шыға келді. Бұны біз өткенде айттық. Уже дүниедегі кез келген заттың метафизикасына, оның ішкі мәніне үңілуге шама жоқ. Неғұрлым сылықты жылтыраған болса, неғұрлым ол бренд болса, неғұрлым оған бренд деген атау беріп, сондай этикеттер қадап қоятын болса, болды біз соған бас көз жоқ жүгіре беретін ауруға ұшырадық. Және біздің сол керексіз сатып алған затымыздың бәрі зілдей болып бізге уже өмір сүруімізге бір қолайсыздық туғызып тұрады. Біз
үйімізде көрсе қызарлықпен сатып алып, енді ешқандай пайдаға асыра алмай, енді біреуге сыйлайын десең қимай, пәленбай 1000 теңгеге алған затың қазір қора қопсымызда артық үйіп қалған, боқ боп шіріп жатқан дүниеде уже есеп жоқ. Бұның бәрі кедей болсаң көшіп кел деген сияқты адамдар әсіресе көшкен кезінде, квартира алған кезінде үйіндегі зілдей болып тау жиналып қалған керексіз киімдер мен тағы басқа техникадан просто аяқ алып жүре алмай қалады. Рухани мәнінен ажыраған дүние адамның еңсесін қаратастай езіп тұратын күйге енді дейді. Иә, болды уже. Бұрын дүниені алып жеп-жеңіл болып тұратын еді дейді. Себебі адамдар оның сыртқы формасына емес, оның ішкі мәніне үңілетін тұғындағына, ішкі мәніне үңілгеннен кейін оны мән ретінде қабылдап алатындағына, ол материя ретінде тасымайтын тұғын. Сондықтан ол жеңіледі. Так. Олардың бәрі түсініксіз болып, адамға жауыққан фрагменттерге айналып кетті дейді. Енді біздің айналамыздан тек қана қорқып тұратын, ғалам біз үшін бір қауіп пен қатердің, бізді сәл байқаусызда дұрыс істемей қойсаң, сойып түсетін бір бәлеге айналды дейді. Ғаламдағы, ғарыштағы үйлесім жоғалды, гармония көзден ғайып болды. Гармония көзден бұлбұл ұшты, илахи гармония. Бұрынғы тұтастық атымен жоғалды. Адам атаның басынан өткен осы шиеленісті драма әр кезде, әр дәуірде, әр адамның басында қайталанып тұрады. Міне енді сіздер бағандан бері адам ата сөйтіпті, адам ата жеп қойыпты, адам ата пеште жүріп күнәлі болып қапты, содан кейін Хауа екеуі ойбай жәннатты былғайды екен, құр қарап еді депті, олар жерге былш-былш етіп екеуі еш жаққа түсіпті, екеуі бір-бірін бәленбай іздепті дейтін еді ғой дейді. Енді соны айтып жатыр, бұл драма дейді, сен адам атаның басынан өтіп кетті, маған қатысы жоқ деп ойлап қалма дейді. Сенің де осы дүниеге келуің тура сол адам ата болаттығына, енді адам ата сияқты сен де осы драманы басынан бастап аяғына дейін сүріп шығасың дейді. Баяғыда Пакистанда Лахор деген қалада Мұхаммед Иқбал Саиф деген кісі болған ғұлама. Сол ғұламаның үйіне бәрі жастар жиналып алып, келе беріп, әңгімесі қызық, тыңдай беріп, адам көбейіп кетті. Адам көбейіп кеткен соншама айналада маңайдағы мешіттегі жұма намазда уже қаңырап қалған, адамдар бармай қалған ғой, бәрі Мұхаммед Иқбал Саифқа қарай кетіп қапты бәрі. Содан бір күні сол айналадағы жағы 10 шақты мешіттің имамдары бәрі жиналып ақылдасып, немене бәлем бәрі. Біз жұма намазда құтпада уағыз айтамыз, біреу тыңдамайды, біз біреу келіп жиналып отырмайды, бәрі ананың үйіне жиналып отыр. Айналып келгенде бәрі бір дін, бір Құран, бір ислам, сол бір пайғамбарымыздың өмірін насихаттап жатырмыз. Басқа бөтен ештеңе айтып отқан жоқпыз. Жүр барып сөйлесейік деп. Соны барып айтты дейді, пәлен, Иқбал деп. Я не болды десе, солай да солай. Біздің мешіттің бәрі қаңырап бос қалды, аудиторияның бәрі кетіп қалды саған. Біз далада қалдық. Сен шыныңды айтшы, мыналар немен арбап, немен матап ұстап отырсың деп. Әйтпесе бәріміздің айтып отырғанымыз бір дін емес пе деп. Сонда Мұхаммед Иқбал Саиф айтты, мен білем оны бұлар наға отырған деп айтты. Не деп еді? Сендер Құранды оқыған кезде ана пайғамбарға түсті, Нұх пайғамбарға түсті, Мұса пайғамбарға түсті, Адам атаға түсті, Мұхаммедке бидеді, пәленшеге сүйдеді, ана пайғамбарға Алла бидеп бұйырған деп айтасыңдар ғой деп айтты. Мен үйтіп айтпаймын деп айтты. Мен Құран мен өзіме түскен деп қана айтамын. Құдай маған Құран арқылы би деп жатыр, бит сөйлеп жатыр, надан сақтан деп жатыр деп, мен бәрін өзіме қабылдаймын деп айтты дейді. Бұл айырмашылық осы, оны басқа айырмашылық жоқ деп айтты дейді. Сол кезде барып алар деді дейді. Шынымен де уже сен Құранды саған қатысы жоқ. Адам атаң басында өсіп жатқан оқиға саған қатысы жоқ. Баяғыда бір уақыт жоқ, кеңістік жоқ заманда бір жерде бір оқиға өтіп кетті. Мен оны тек бір мультфильм көрген сияқты көремін. Болмаса бір басқа бір кітаптың кейіпкері сияқты қабылдаймын дейтін болсаң, онда айтады, I am terribly sorry дейді. Сен де папалса болдың енді дейді. Сондықтан әр еркек адам атаның роліне түсіп, өзінің әйелін Хауана сияқты панасына алып, мен оны құтқаруым керек. Ол қазір мына қараңғы әлемде запа шегіп жүр деп аңырап, Құдайға зарын қағып, әйелін іздеп, оны сүйіспеншілікпен егер бағып қақпайтын болса, онда жағдай қиын болады деген сөз. Так, енді міне келді.
адам басына бақ боп даритын емес, сор боп жабысатын керексіз білімге ұмтыла береді дейді. Мына 21 ғасырдағы адамдардың ең үлкен проблемасы. Біз уже ақпараттың аздығынан емес, біз уже соңғы 30-40 жыл ақпараттың молдығынан азап шегетін өте сондай бақытсыз тайпаға айналдық. Бұны бізде ақпараттық семіздік дейді, информационное ожирение дейді. Адамдар Құдайдың құтты күні бір-біріне қарама-қайшы келіп түсетін, және өмірінде қолдануға мүлдем келмейтін, өмірінде қолданам десе де оған өмірі жетпейтін, сол сансыз кеңестер мен сансыз эзотерикалық білімдерді ән үйренем деп курстан курс жағалап жүрген кезінде оның өмірі просто төңкеріліп түседі. Так, разочарование бар, адам көңілі қалады. Енді соны айтып жатыр. Так. Адам басына бақ боп даритын емес, сор боп жабысатын керексіз білімге ұмтыла береді. Әлемді мағынадан жұрдай қылатын бұндай білімді игеруге біздің қабілетіміз де жоқ дейді. Сен мұншама эзотерикалық білімдердің сырына жете алмайсың оны дейді. Элементарный нәрсе, спиритизм. Өліп қалған адамдардың рухымен сөйлесеміз дейді. Саған айтады, маған осыны $60,000 төле, мен сені барамдағыны алдыңғы өтіп кеткен аталарының духымен сөйлестіріп берем, оның не айтқысы келгенін саған дейді. И сен оның сырына бойлай алмайсың, оның құпиясына кіре алмайсың, оның ешқандай рационалды ғылым, оның ар жағында спирит, рух, өлген адамның аруағы тұр ма, тұрған жоқ па, сен оған ешқашанда басың жетпейді, бірақ ақымақ болып соған ақша төлейсің. Еще сені одан сайын ақымақ қылу үшін мен саған Міржақыптың әруағын қондырып берем, мен саған жаңағыдай ана пәленшенің әруағын қондырып берем деген сияқты бірдеңелермен сені ақымақ қылады. Болмаса реинкарнация, сен өткен өміріңде ешек болғасын, сол үшін де осы дүниеде сен ешек сияқты пахат етіп жүрсің, сенің еңбегің адал, етің арам деген сияқты әңгімелермен сен тентек қылып отыра береді. Соны айтып отыр, сен оның шындығын біле алмайсың да ғой оны дейді. Сен ондай қабілетің де жоқ қой оны дейді, айырып алатын. Так, әлемді мағынадан жұрдай қылатын, уже бізге пустота туғызатын, бессмысленный өмірді бізге навязывать ететін бұл нәрселерден біздің түбін біле алмаймыз. Не болмаса оны игерде бізге Алла бұйырған да жоқ. Шынымен де мысалға, сіз Құранның ішінен бірде-бір ондай аят таппайсыз. Сен мынаны игер деген, оның ішінде нумерология жоқ, оның ішінде суицид жоқ, оның ішінде кванты физика жоқ, оның ішінде космостық энергиямен тазалану деген жоқ, оның ішінде чакра деген жоқ, оның ішінде травма деген жоқ, оның ішінде аффирмация жаса деген жоқ, оның ішінде тағы не бар, Құдай осындай, ретрит, оның ішінде ретрит жаса деген жоқ. Сымбат ханым, сіз егер осындай қызық әңгіме болып жатқан кезде осындай нездоровый сұрақ қоя беретін болсаңыз, мен сізді қазір просто блоктап тастаймын. Сіз мына әңгіменің былай ығымен ағысымен жүріп отырсаңыз, онда сіз блокталмайсыз. Көрдіңіз ба? Сіздің сіз батилді көріп тұрсыз ба деген сұрағыңыздың өзінің сізге түкке де қатысы жоқ. Соны айтып жатыр как раз таки. Эко арқылы бала көтеру жайлы ойыңыз нормально. Туалсаң экомен туып ал. Сонда адам баласы ақылын қозғағысы келмейді ғой дейді. Солай болып тұр ғой шамасы. Так. Не оны егер де бізге Алла бұйырған да жоқ. Бізге бұны бұйырған жоқ. Бізге бұйырғаны ман арафа нафсаху фақат арафа раббаху. Кімдегі өзінің жан дүниесін танитын болса, онда ол өзінің жаратушы Раббысын да таниды. Деген біз алтын қағидаға ораламыз. Өзіңді зерттеу, өзіңмен айналысу, өзіңмен есеп алу, өзіңнің кем-кетігіңді лақтырып отыру, кем тұстарын толтыру, артық кеткен жеріңді қырқып тастау. Сондықтан адамның, көрдіңдер ма мына? Осы қазіргі біздің қазақтардың жаңағыдай ләкілдеп, біресе суицидқа, біресе анаған, біресе мынаған Каспийден өкіртіп қарыз алып, курстан курс, оның өміріне, оның өмірінің өзгеруіне, оның өмірінің рухани гүлденуіне бір тиын үлес қоспайтын ілімді білуге деген әсемпаздық басында адам атада болған деп жатыр. Сол онтологиядан келе жатыр дейді. Тық қолап келе жатыр дейді. Батин ғой, батил деген жалған деген сөз ғой. Ана шастырып отыр ғой. Батин деген көзге көрінбейтін құпия дегені. Батил деген жалған деген сөз.
Ең жаманы, ол білім біздің болмыспен мүлде үйлеспейді дейді. Шынымен де бұл заттардың біздің болмысымызға, адамның болмысына не реинкарнацияң келмейді, не чакраң келмейді, не космосың келмейді, не ретритің келмейді. Алла сендердің бақытсыз болғандарыңды қаламайды, Алла сендердің тек қана қуанышты өмір сүргендеріңді қалайды деген мысалға уағыздар бар емес па? Ол адам болмысына келмейді да. Наоборот, адамды зерттейтін ғалымдардың бәрі айтады, адам трагедиямен ұстасқан кезінде ғана ішіндегі қайрат ашылады. Ницшенің айтатыны, what doesn't kill us makes us stronger. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Бізді өлтіре алмаған нәрсенің бәрі бізді қайратты қыла түседі деп айтады. Сен өлтіре алмай қалдың, бір зат, бір қиындық, все болды, одан сен аман есен шықтың ба, сен одан алдыңғыдан 1000 есе қайратты, 1000 есе қабілетті батыр болып шығасың. Сондықтан кім қиындықпен ұстаса, сол кім еңірей көзінің жасын төгіп, жаңағыда еріп отырған Якова подкаст жүргізетін сымақ еркен қатындардың подкастына барып алып, көзінің жасын көл қылып төгіп отыратын болса, онда сен тағдырың ығымен алып кетеді деген сөз. Так. Білім деген адамды кедейлендіретін емес, керісінше байытатын болу керек дейді. Дұрыс айтады. Біз руханида және материяда ілімді ұстанған кезінде адам автомат түрде бай болып кету керек. Сондықтан да барлық әулиелердің бәрінің проблемасы біреу-ақ. Мына ілімнің шарафатынан олар шылқ байып кету қаупі өте жоғары. Себебі оларға зекет, садақаны адамдар маған дұға қылыңызшы, маған бата қылыңызшы деп көп береді тағыны. Еңбексіз келіп қалған, тек зекеттің есебінен жиналып қалған мал мүліктің бәрін таратып жіберу деген оларға үлкен проблема. Құдайдың құттығын соны шашумен отырады. Пайғамбар да солай. Күшіне мінген кезінде Құдай самасын ана тау болып үйіліп қалған зекеттердің бәрін, алтындардың бәрін Меккеде таратып, ана ең соңғы Меккені алатын кезінде анаусына 10 түйе, анаусына 50 түйе, анаусына 70 000 дирхем таратып жоқ қылып жіберді. Енді бұны professional poverty деп айтады, профессиональная нищета. Яғни адам бай болып кетуден қорқып, өзін қасақана минимализмде, өзін қасақана кедейшілік мақамында ұстап тұру. Бұны сіздер Фалестен де көре аласыздар. Фалеске келіп айтпай ма? Мен сені бір Фалес деген бір атақты адам, ойбай жұлдыздармен тілдеседі, таулармен сөйлеседі дегенге бір әжептеуір адам екенсіп, сен үрерге итің жоқ, сарыға битің жоқ, сіңірің шыққан кедей екенсің, ой сорлы, сен келесі жыл күзде келші маған дейді, октябрь айында. Мақұлды, ол кетіп қалады. Фалес тұрады тағы, жұлдыздарға қарады тағы, келесі жылы қандай жемістің уражайы жақсы болады, соны есептейді, астрономиямен айналысады. Сөйтеді тағы, келесі жыл зәйтін дейді. Сөйтеді зәйтіндер гүлдемей тұр, бүршік атып атқан кезінде бұл қаладағы полистегі зәйтін майын сығатын аппарат машинаның бәрін арзан кезінде қымбат бағаға сатып алады. Бере тұршы кейін ақшасын төлеймін деп. Сөйтіп бәрін арзан тиын кезінде сатып алады, сарайына келіп жинап қояды. Сол жылы шынымен де зәйтіннің жылы болады тағына қырғын салады ғой аналар. Сосын енді күз болады, зәйтін қазірде холодильник жоқ, сақтайтын, оны тек қана сығып майын аласың. Енді сығып майын алайын десе, қалада бірде-бір май сығатын машина қалмаған. Машина қайда? Фалес ақ біткен. Қашан? Февральда ма, наурызда ма сатып алған ол. Ақшасына қызығып сата беріппіз. Содан зәйтін іріп-шіріп түсіп, құлап атыр, сұлап атыр, тапталып атыр, рәсбе болып атыр, май далаға ағып, жерге сіңіп атыр. Не істейді сосын? Фалеске барамыз дейді. Фалеске келеді, берсей, машинаң сығып алайық дейді. 10 есе баға қойып тастайды ғой. Ана сорлардың барар жер басар тауы жоқ. Не істейді енді? Зәйтіннің бәрі рәсбе болып отыр. Айтқан бағасына иттей болып сатып алды дейді. Сонымен айландырған 10 күннің ішінде Фалес ақшаның астында қалды дейді ғой. Баяғы дурак бар емес пе Фалеске? Мен сені ғұлама, ғалым, әулие дегенге бір бай біреу екенсің, сорлы екенсің ғой дейтін. Сол сүмелеп келеді, сүмеңдеп. Кесе Фалес 1 тонна алтынның үстінде отыр дейді ақшаның. Дурак көрдің бе деп айтты дейді. Егер мен өзімнің ғылымымды, білімімді ақша табуға қарай коммерция қарап жұмсайтын болсам, мен Құдайдың құттығын осында ақшаның үстінде отырамын деп айтты дейді. Бірақ
ғафыл, есіңде болсын деп айтты дейді. Менің ғылымым мынандай тау ақша табуға бағытталмаған, бұл хикмет іздейтін ілім деп айтты дейді. Сондықтан екінші ондай дурацкий сұрақ қоймай, жоғал, марш отсюда деп айтты дейді. Сонымен ол дурак кетті дейді жайына. Бірақ 21 ғасырда Фалестің басынан өткен бұндай оқиғаларды айтсаң, 21 ғасырдың адамдары, оның ішінде Қазақстандағы, оның ішінде әйел жолдастар аса жақтырмайды бұндай қиссаларды, шекелер тырысып бүйтіп қалады. Фалес сонда да ақымақ екен. Менің байым сөйтіп ақша табатын болса ғой, бүйтіп қалады. Қатты әсерленіп кетпейді да, молодец, Фалес, красавчик, анау мынау деген жоқ. Неше уақыт болып басталғанын, болды, бітіп жатыр уже. Эфир жабайын деп жатырмын мен. Адам біліммен байығанда ғаламдағы орын тауып алады дейді. Фалес действительно дурак екен. Блин, Фалестің орнында менің байым сөйтіп ақша тапсыншы. Отырғызып қоярмын мен оны. Сен тек ақша тапқанды біл. Білдің бе? Каспийіңді маған беріп қой деп. Вообще Фалестің қатыны ақымақ деп. Қатының қырғып кеткен шығарсыңдар, қалай біледі деп айтайын. Так, адам шынымен де егер сен рухани білімді қолға түсірген болса, бір елге бір Фалес жетеді ғой дейтін шығармыз дейді. Мына бір мұсылман табылды шынын айтатын. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, уалиллахил хамд. Бар екен әйтеуір шынын айтатын мұсылмандар. Так. Адам біліммен байығанда ғаламдағы орын тауып алады. Иә, шынымен де. Болмысы тұтас көре алатын деңгейге көтеріледі. Шынымен де адам рухани білімді точно қолына түсіретін болса, болмыстың бірлігін уже жақындайды. Осы ілімнің жолына қалай түсеміз дейді. Әр қалада клубтар ашылып үйретіп жатыр. Соны сіз қай қалада тұрасыз, соған байланысты сол клубқа барсаңыз, сол жерде өзінің адамдары болады, былай болады. Сияр шәріптен бастайды ғой негізі бәрі. Кедейленген кезде дейді, орталықтан ажырап, адам рухани кедейленгенде, бостан рухани кедейленген адам автомат түрде енді материалында кедейленіп кетеді ғой. Біраз уақыттан кейін тозып казино ойнайды, ставка тігеді, қатынымен төбелеседі, екі қатын алам деп шығады, үш қатын алам деп шығады. Сонымен сол әр қатыннан сол үй жасаймын, әр қатынның сол киімін түгендеймін деп отқан кезде өзі шатайылып кететін шығар. Кедейленген кезде орталықтан ажырап, болмысы іштен ыдырап, бөлшектеніп кетеді дейді. Міне фрустрация деген осы экзистенциальный фрустрация деп айтады ғылымда. Адамның іштен бөлшектеніп кетуі. Егер экзистенциальный фрустрация кезінде адам емделмейтін болса, ол духовная лепрозия дейді. Адам өзінің іріп атқан, шіріп атқан байқамайтын жағдайға дейін барады. Қазіргі адамдар ғылыми, техникалық, тағы басқа аналитиканы меңгеріп алды, бірақ оның мәнін, мағынасын қарастырып, одан даналық шығаратын шамасы жоқ. Адамдар қазір налогты анализ жасатсаң, анализ жасап береді. Экономика көтеріле ме, түсе ме, мұнайды жасап бер, ананы жасап бер, соғысқа байланысты біздің жағдайымыз қалай болады десең, сатырлап оның бәрін анализ жасай береді. Енді осылардан бір мудрый шығарып берші, өшенің Құдайдың хикметін шығарып берші бізге. Енді осының бәрін жаңағыдай болмыстың бірлігімен байланыстырып берші десең, тұрады да қалады. Мен экономистпін ғой, мен білмеймін ғой басқаны, мен әдебиеттен хабарым жоқ қой, деп бейшара болады да қалады. Адам атаны да солай қара басып еді дейді. Баяғы біздің атамызды солай қиын болып қалып жағдай дейді. Кездейсоқтық білімін қолға түсірсе де, есесіне дүниеде шектеліп түрмеге түскендей болды дейді. Ол өзінше тиме өзім басқарам деп яғдай любопытствомен, әсемпаздықпенен кіріп алды, ақырында түрмеге тарс етіп түсті. Мынау өшіп жатыр. Не кітап бұл аға дейді. Сұрама, вообще сұрама. Тек тыңда. Адам аз сөйлесін деп ауызды біреу берген дейді. Көп тыңдасын деп құлақты екеу берген дейді. Мен сендерге хикмет.
өзіңнің құлағыңа аузыңа қарап құдайдың уже қалауын біле бересің. Неге құлақ екеуде ауыз біреу, бәрі пар-пармен бар, танау екеу, көз екеу, қас екеу, құлақ екеу, неге ауыз біреу? Құдайдың өзі біледі. Құлым көп тыңдасын, аз сөйлесін деген. Люди учатся, как говорит, а главная наука в том, когда и как молчать деген. Так, мы должны остерегаться очарования, дейді. Мынау, которое может оказывать на нас бездна, дейді. Космические тупики по своей природе склонны соблазнять и играть роль вампира, дейді. Бұл өткенде де айттық, бұл жолда айтамыз. Ол не? Ол мынау батыс әлеміне тән ауру, ол рационализмді. Мынаны айтып отқаны, мы должны остерегаться очарования, которое может оказывать на нас бездна, космические тупики по своей природе склонны соблазнять и играть роль вампира деп отқан. Қараңдар, батыс ғылымы мен ақиқат іздеудегі шығыс, оның ішінде мұсылмандар, оның ішінде біз де бармыз, қазақтар, екеуінің истинаны іздеу, ақиқатты іздеу тәсілі екі түрлі болады. Бұл қай нүктеден айырылады, тыңдаңыздар. Батыста рационализмде шындық сырттан ізделеді. Адам өзінің ішіне өлмейді. Созерцание, жаңағыдай, кім өзін таныса, Құдайын таниды деген есептемейді олар. Бұлар период до последнего моря деп айтады. Яғни ең соңғы материяның шегіне жеткенге дейін, ғаламның ең шегінде осы галактиканың басында большой взрыв, үлкен жарылыс, бабаң деп жарылған кезінде ең бірінші молекула атом ұшып қайға кетті. Қазір сол қайға кетті, қайға дейін барды, сол соған дейін бару керек атасын әлет деп, соңғы молекуланы, соңғы атомды шағып, сол сыртқа қарай кетеді дағыны. Бүкіл интеллектуалдық потенциалын, бүкіл физика, математиканы қирататын күшін бәрін сыртқа қарай ұрып жібереді. Бірақ ол апасының нәрсе деп жатыр мынау. Не үшін дейді? Себебі мынау космосқа қарай отырады ғана, көбіне компьютерлердің мынандай несіне, компьютерлардың бетіне қойып қояды. Ойнап тұрады заставкілерді. Бесконечно кете беретін тұман, галактика. Соны кейбір якобы шексіздіктен әсер алғыш, типа руханиятшыл, типа жұмыстан стресс алған кезінде депрессиядан шығу үшін сонда космосқа қарап демалатын красавицалар, соны бүйтіп отырады, бүйтіп, шексіздікті, деп. Соны айтып жатыр, көке дейді, сыртта дымда жоқ ол дейді, сен шексіздікке қарап, деп отырғанды ол сені апарып, көрдің ба, соблазнять, играть роль вампира дейді. Ішіңдегі рухани потенциалдың бәрін суырып алып та, шайнап деп түкіріп тастайды қазір сен дейді. Ал мұсылмандарда қалай? Көрдің ба, уже созерцание. Бізде керісінше жүріп жатады адамдар, яғни сыртқа құмар болма, ішке қарай кет, ішке қарай үңіл. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас, соғызсыз жүректе теңіз қалмас бет. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас деп айтатын себебі сол. Сосын тағы айтады, бірдеңеде түбін көздеп терең бойлы, соған тапқан шын асыл тастай көрме дегенді айтатындарым бар ма? Мен бұрын жатқа соғатыным, қартайғаннан кейін, көп қолданбағаннан кейін ұмытып қаптым. Бірдеңеде жүрегінің түбіне терең бойлы деп келетін жері бар ғой, бірақ сендер де қатырмайсыңдар ғой. Сүйітсайға барып жүрген адамнан Абайдың өлеңін сұрап отқан менде де еш жоқ. Так. Поток форм не желает, чтобы вы вырвались из его власти, дейді. Дүниенің жаңағыдай сыртта бізді соблазнить етіп тұратын, қызықтырып, өзінің құшағына тартып, бізді желіктіріп тұратын сол галактиканың шексіздігі не желает, дейді. Чтобы мы вырвались из его власти. Ол өзінің қатты құшағынан жібермейді. Былайша айтқанда, сені өзіңнің ішіңе үңілуге мүмкіндік бермейді. Сен зікір салып, уәзипа қылып, сен қоя ғой оны дейді. Соны компьютеріне тағып, космостың суретін қойып қойып, аузың ашылып отыра бермексің ғой дейді. Формы могут быть ловушками, так же, как они могут быть символами и ключами, дейді. Көрдіңдер ме міне? Сондықтан сырттағы формалар әдемі, неше түрлі.
могут быть ловушками также дейді. Ол қақпанда бола береді, ол тұзақта бола береді. Нұргүл апа, сен қатырдың ғой, Абайдың өлеңін бір шумағын 9 десең, содан тапқан шын ақыл тастай көрмеді, өзім сөзімді өзімнен қайталап қойып, ұялмай қызармай жазып осыған. Мен болсам эфирде өшіріп кетіп қалар едім. Так, как они могут быть символами и ключами дейді. Бұл форма, егер біз оның ішкі мәніне үңіліп, бұл әп-әдем болып өрнектеліп тұрған болмыс, біздің бас көзімізге көрініп тұрған бір форманың, оны сондай әдемі формаға келтірген ішкі көзге көрінбейтін қуатын не екен, ол қайдан бар болды екен десек, онда бұл бізді уже ключ ретінде рухани әлемнің құпиясын ашатын бір сиқырлы Буратинаның кілтіне айналып кетеді. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деп, біреу бәрін жабылып, Абайдың өлеңін құрай алмай жатсыңдар дейме, 245 адам. Әрқайсысы әр жерде бір сөзін әкеп, мозаика құраған сияқты құрап отырсыңдар. Позор. Жарайды, мейлі енді. Бұдан да қатты айтайын, сен өзімді ұмытып қалғанмыз ғой, ұялып отыр. Так. Красота может приковывать нас к формам так же, как она может быть дверью, открывающей путь к бесформенному дейді. Яғни бұл Құдайдың жаратқан, бір мұсылман табылды әйтеуір. Гуглдан барып тауып келді деймін біреу. Бекжан Мырза дейді, айналайын бөріктің намысы деген. Еркектің аты еркек міне. Пәленбай қыз қырқын, қатын қалаш, келін кепшік бәрі жабылып, бір сөзден тапырақтап кетіп еді. Жүрегінің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла, соқпасы дедім, бұл да қатырмапты, басқа жаққа кетіп қалыпты. Жүрегінің терең демін, болды, бәрі шатысып кетті. Маржан, сен де қатырмадың. Рымжанова деген өте сондай айлакер кісі екен, сіздің сөзіңізді бөлмейік деп ойлап жазбадық деді. Жарайды, рахмет, ниетіңе рахмет айналайын. Так, сонымен красота. Бұлардың бәрі бізді приковывать нас к формам. Біз сыртқа сында сұлулыққа үңіле берген кезде, ішкі мәніне қарамайтын болсақ, онда біз бір күні попалса боламыз. Так, как она может быть дверью, открывающей путь к бесформенному дейді. Егер біз точно осы символдарды оқи алатын болып, ішкі мәніне үңілетін болсақ, или иначе говоря, с несколько иной точки зрения, грех Адама заключается по существу в том, что он пожелал наложить что-то на существование дейді. Адамға нығмет ретінде, бақыт ретінде, оған мына әлемге, барлық әлеміне шығып, мөлдір көрінбейтін рух болып тұрған жерінен, рухтың қандай құдіреті бар екенін көрсетті, оған дене берді дағына, барлық әлемін алып келді ғой, мына существование, existing. Яғни адам өзінің рухани күш қуатын кірпіш тәннің ішінде тұрғанда ғана көрсете алады. Кірпіш тән біздің биологиялық денеміз сол үшін де өте құнды, сол үшін де бұл бағалы. Себебі кірпіш тән болмаса, рух мөлдір зат. Мөлдір прозрачный зат өзін бар екенін көрсете алмайды. Сондықтан да оған міндетті түрде биологиялық әлем жасап, балшықтың ішіне кіргізіп, оған биология беріп, психология беріп, эмоция беріп, жүрек беріп, қан тамыр беріп, қанды соққызып, содан кейін бар, давай, көрсетші мыналарға өзіңнің кім екенін дейді. Осы кірпіштәрдің ішінде тұрып, уәдеде тұру, махаббат, біреу үшін күресу, малынан зекет беру сияқты нәрселерді көрсететін болса, онда соның өзі зор бақыт дейді. Енді дейді, сен осы кірпіштәрдің ішіне кіріп, өзіңнің кім екеніңді көрсете алатын қабілеттің өзі зор бақыт емес па? Деп адам айтты. Он пожелал наложить что-то на существование дейді. Мынау сәл тағы да жетпей тұр, маған тағы бір не керек? Маған бір сұлу қатын керек деп шығады. Не істейсің оны? Көп қой мынандай, енді сұлу болмаса да әйтеуір ортаң қол ажарлы, әйтеуір әдебі келіскен, шешесі жақсы, тегі жақсы, сабырлы, төзімді. Мен бойым мынандай, белім мынандай, красавица, еще ол Жимкенттің қызы болса, Жимкенттің өзінен емес еще, анау Жетісай келесі Сарыағаш Шардар, не маған сондай момын ауылдың қызы болса,
сәлем салатын болса деп қояды еще. Жарайды, мақұл, сұлуға атын берсек берейік. Енді бір үй салып алсақ, жер қандай үй? Ақыр соққаннан кейін әрмен соғу керек те. Что жолдас балдар келген кезде астына түсіп кетіп бір бильярд ойнайтындай деп. Көрдің бе? Өстеп оңысына қоя береді. Тогда как существование было блаженством дейді. Сенің просто адам болып, денің сау болып, осы кірпіштердің ішінде сөйлеп, ой қорытып, осындай қызық-қызық ойларды қызықтай алатын, адаммен отырып рухани сұхбат құра алатын, біреуді жақсы көре алатын, біреуді жек көре алатын Құдай үшін. Көтендеріне қарамай еще Мақтаралдың қызын аламын мен деп қояды ғой. Әкесінің 10 гектар жері болса деп қояды тағы. Так. Адам тем самым утратил, что блаженство, и был поглощен тревожным и обманчивым вихрем избыточных вещей дейді. Мына өткенде де айттық. Так, осылайша адам ата тек қана адам болып, иманмен өмір сүрудің, рухани ілімнің күшіменен неше түрлі ерлік істерде басын ұра алатын, құдіретті болмыс екенін көрсете алатын тіршіліктің иесі болып тұрса да, анау керек, мынау қанды іш қойды да бұл. Поглощен тревожным или обманчивым дейді. Енді тревожным, оны үнемі алаңдатып отыратын адамның көкірегінде енді anxiety деген ауру пайда болды. Тревога, постоянно тревожный состояние тұрады. 21 ғасырдың адамы. Обманчивым вихрем избыточных вещей. Көрдің ба? Бәрі осындай заттардың құйыны адамды тартып кетті. Мысалға сіздерде қазір осындай бақталастық бір бәле тревоганы өздеріңіз біле беріңіздер. Егер абысындарыңыздың біреуі әулеттің группасына бүгін біздің Аружан Назарбаев мектебіне түсті, құттықтап қойыңыздар деп ішіңді күйдіру үшін пин еткізіп салып қойса болды. Ана жерде отырған 8-9 абысының ішінде вихр, іштарлық деген, бақталастық деген вихр ойнайды. Олар да бараттағыны баласын басына салып жіберуі мүмкін. Ана көрме, пәленшенің баласын ишқа түсіп, шешесі бүйтіп шыға келді, енді басы қақаң етіп, енді бізбен дастарханның басында ол дұрыстап сөйлеспейді. Сен отырсың мынау ишақ телефонның ішінде деп. Сонымен осындай бір орысша айтып жатсыз ғой дейді. Аударып үлгермеймін ғой мен просто сіздерді эфирге. Сосын сіз iPhone 15 пен iPhone 14 пен жүргендер, подружкаларыңыз, курстас қыздарыңыз вечеринкаға туған кеп деп iPhone 17 ұстап келген кезде жақтырмай отырып, iPhone 17 алдың ба? Құтты болсын деп жеріңнен бір тревога бейт, көкірегің қысылып деп отырып. Негізі iPhone'ның бәрі бірдей ғой, айырмашылығы жоқ. Просто клиенттер тарту үшін камерасын біресе күшейтіп, несіп, памяті көп болғанның бәріне фото түсіре бермейсің ғой, дұрыс па деп мазаң қашып кете ме? Сондай, в общем, жағдай. Вместо того, чтобы пребывать в неизменной чистоте бытия, падший человек вовлекается в хоровод вещей, которые существуют, и они, будучи акциденциями, обманчивыми и приходящими, дейді. Бәрі будучи акциденциями дейді. Акциденция дегенде ағылшын тіл білетіндер өте жақсы түсінеді. Акциденс деген авария. Яғни қолына түсірген затының бәрі марковны iPhone көрсе болды ғой, сұрамай-ақ бастап жатыр ғой дейді. Вместо того, чтобы пребывать в неизменной чистоте бытия дейді. Өзгермейтін болмыстың құшағында рахаттанып рухани ілімнің сәулесімен
рахаттанып соның тыныштығында тербеліп жату керек еді бұл адам дейді. Падший человек дейді, яғни рухани құлдыраған құлаған бұл сүмелек дейді. Вовлекается в хоровод вещей дейді, сол сырты жылтыраған докторантураға грант бұйырғанда қызым грантқа түсті деп отырдым, абысындардың гәбінде деді ғой шешем күзде дейді. Сен шешеңнің абысындарын бір тексеріп қоясыңшы, асылып қалғандары жоқ па екен. Сонымен бұл бөлімді біз өткенде біз бітіргенбіз. Так, сөйтіп біз бұл жерде жаңа тақырыпқа өтуіміз керек болған, бір кішкентай тамақ піске дейін. Проблема падения вызывает проблему универсальной теофании, проблему, которую представляет мир, дейді. Проблема падения деген сөз, ол не? Проблема падения деген. Проблема падения деген болмыстың төмен қарап құлдырауы, болмыстың түрленуі деген сөз. Яғни әу баста бар зат, бірақ нәрсе, міндетті болмыс, бір нәрсе түрінде, бір нәрсе барлыққа шығады құпиядан. Сол ең бірінші, ең әуелі бар болып тысқа, ол біздің мұсылмандар болғанда, суфилерде. Бұлар бұл әлем Мұхаммедтің нұрынан жаралды деп айтады. Бірінші Мұхаммедтің нұры барлыққа шықты, сосын сол бытие болды тағына, содан кейін бар төмен қарай. Сондықтан болмысының төмен қарай құлдырауы, төмен суы вызывает проблему универсальной теофании дейді. Проблему, которую представляет мир дейді. Бұл бүкіл әлемге осыны уже универсальный теофания деген Құдай өзінің құпия жария, құпия өзінің көзге көрінбейтін зат ретінде тұрып, теофания деген соның көрінуі, былайша проявка жасауы. Падение лишь один частный узел дейді. В этом процессе, более того, оно не всегда предстает как изъян, но в некоторых мирах принимает форму события, не связанного с человеческой или ангельской ответственностью дейді. Бұл жерде мұны айтып отқаны, біз бағана мұсылмандар тарапынан келдік қой, ана адам құлады деген. Енді бұның айтып отқаны мынандай, падение дейді, ол бұл болмыстың төмен қарап құлдырап, төмен қарап кетуі дейді. Бір кемшілік, бір болмаса бір не дейміз жаңағыдай, бір мешеулік болып есептелмейді дейді. Но в некоторых мифах дейді, кейбір басқа халықтардың аңыздарында, мифтерінде принимает форму события, яғни бізбен бірге міндетті түрде бір болатын, ол өзінен өзі бір туатын құбылыс ол дейді, табиғи процесс дейді. Не связанного с человеческим, яғни адам атамен байланыстырып та айтпайтындар да мифтер бар он дейді. Или ангельский ответственность дейді. Бұған періштені, Жебірейілді, адам атаны араластырмай-ақ, бәрібір болмыс осылайға төмен қарап құлдырау керек дейді. Если существует космос, универсальное проявление, то должно существовать и падение или падение. Ибо сказать проявление, значит сказать другое, чем Бог, и разделение дейді. Егер просто сен далаға шығып қараған кезінде, аспанда егер сондай существует космос, егер ғаламдағы ғарыш бар болатын болса дейді, уже сен уже біліп тұруың керексің дейді. Универсальное проявление дейді. Уже әу баста құпия бар болып тұрған, мөп-мөлдір болып тұрған бір зат бар болып тұрды, мөп-мөлдір, вообще көрінбейтін. Бірақ ол бар. Сол мөп-мөлдір болып тұрған, оны енді Алланың рахмет деп айтады Ибн Араби, яғни көрінбейтін заттың, құпияның жарияға деп көрінбей тұрған мөп-мөлдір жалғыз бірақ нәрсенің барлыққа көп болып шығуының өзін уже Алланың рахмет деп айтады. Яғни Алланың адамзатты сүйгендігінен, мейір махаббатының бір мұғжизаны, аттракционды тамашалаңдар, қараңдар, мынандай неше түрлі керемет шығарам есімдерге де. Сондықтан бұны мына жақтан да түсеміз, мына жақтан да түсеміз. Бағана егер эфирдің басынан қатысқандар болса, олар түсініп отыр. Басындағы 140-тай ма адам басында кірді, солар түсінді. Не деген кезде дін менің ойымды шектемейді, менің алуан түрлі формада ойлануымна мүмкіндік береді деп Канттың сөзінен басталған тұғын. Мынау соны істеп жатыр енді. Енді мына жақтан келіп түсіп көрейік деп. Сондықтан космостың бар болуының өзі универсальное проявление дейді. Уже барлық жерде көрінуі. То должны существовать и падение или падение дейді. Онда уже болмыс бір түрден бір түрге, бір күйден бір күйге аунап, саты болып домалап, түк түскен кезінде ол
бірақ зат түбінде тұрған, бірақ ол әртүрлі болып көрініп кете береді дейді. Енді сіздер бұны түсіну үшін мынандай нәрседе аналогия пайдалансаңыздар болады. Кеше осы туралы әңгіме болды ғой, жаздым лекцияма дейді Сақып. Миллион рет тыңдайсың сен бұл әңгімені. Оны бүйтіп түсінсеңдер болады. Мынау біз компьютердің ішіне ақпарат сақтаймыз ғой. Ақпарат сақтаған кезінде, түбіне барып, матрицаға барып қонған кезінде, видеоңызда, фотоңызда, аудионызда бәрі бір нәрсеге айналып кетеді. Бірақ зат болып қалады сол. Бірақ сол, енді сен соның компьютердің бетінен сыртқа қарап шығарам, енді падение жасайын дейтін болсаң, матрицада тұрған затты төмен қарап құлдыратам. Яғни проявка. Соны жаңағыдай манифестация деп айтады. Сол сыртқа манифестация жасайын дейтін болсаң, ішінде алгоритмдермен 0,1,0,1,1,0,0 деген сандармен ғана тұрған зат, ол видео болып шығады, біресе аудио болып шығады, біресе фото болып шығады. Ол әртүрлі болып шыға береді. Бірақ түбіне үңілсең, бір затқа айналып кетеді. Жарық сәулесінің сынуы сияқты ма дейді. Физиканы білетін болсаңдар, солай салыстыра берсеңдер болады. Қара бура әулие жауға бір өзі шапқанда көп болып көрінуі сияқты ма дейді. Олай да салыстыруға болады. Сымбат Жакеева, міне сіздің уже үндемей тып-тыныш мен айтқан тілімді алып тыңдап едіңіз. Кәдімгідей біздің көз алдымызда сіздің ақыл ой сана сезіміңіз космос сияқты кеңіп бара жатыр. Күшті мысал, түсінікті деп отырсыз. Так, на земле божественное, ибо сказать проявление, значит сказать другое, чем Бог и разделение дейді. Уже сен көптікке бірдеңе шықты дедің ба дейді. Уже бұл Құдайдан бөлім шыққан, Құдайдың өзі емес, одан бөлікті емес. Яғни бір оның шұғыласы, оның бір шағылысқан түрі сияқты ма, тағы бірдеңе шықты деп уже айтасын дейді. Яғни бір нәрсе бар болып көзіңе көрініп тұр ма, демек оның матрицасында көзге көрінбейтін бір нәрсе тұр ананың түбінде деп ойлап тұрасың. Сондықтан компьютерден через проектор арқылы аппақ матаға барып төгілген видео қарап, сен матаның бетінде бірдеңе бар деп есептемейсің ғой. Өрді бар, бірақ есі дұрыс адам оның компьютердің жесткий дискіне шығып отқанын біліп отырады. Сондықтан космосқа қараған кезде, как будто сен бір кинотеатрдың экранында көрініп тұрған киноны көріп отырғандай көруің керексің дейді. Фактически өрді жоқ ол дейді. На земле божественное солнце сокрыто дейді. Егер былай алсақ дейді, жердің бетінде илахи бір күнді бір сокрыто, бір тығылып тұрған сияқты дейді. Вследствие этого меры вещей становятся относительными дейді. Бір ілімнің жарығы деп аласың ба, божественное солнце дегенді қалай аласың? Құдайдың жарық шашатын бір күні дейді. На земле дейді. Жер планетасына келген кезде ол бір тұтылып қалған сияқты дейді. Сокрыто. Вследствие этого меры вещей становятся относительными дейді. Уже күн тұтылып, күн қараңғыда көрінбей қалған кезде меры вещей, жердегі заттардың өлшемдерінің бәрі становятся относительными. Уже абсолютті бәрі бір болмысқа апарып тіре алмай қаласың. Бәрі салыстырмалы. Бұл деген не деген сөз? Бір нәрсені шындық деп дәлелдей бастасаң, салыстырмалы түрде ғой бәрі. Сен үшін шындық, сен үшін ол құнды, басқалар үшін түкте құндылығы жоқ. Сен үшін жаңағыдай рухани ортаға барып кітап оқып талқылау құнды ақиқат деп есептеледі. Вот мен үшін достарымен, подружкаларымен кальян шегіп, караокеге бару, там, вот стресс снимаю. Вот это тоже истина. Это же все относительно. Гуля, согласись, пожалуйста. И человек может принимать себя за то, чем он не является. Яғни адам мына илахи Құдайдың күні тұтылып қалғаннан кейін жердің бетінде уже рухани қараңғылық, рухани күн тұтылу процесі басталған кезде
человек может принимать себя за то, чем он не является дейді. Ол негізінде неше түрлі бойынан мейірім, махаббат, тәуба, өнер, ғылым, кешірім, мейірім, махаббат төгіліп жататын соны сыртқа фонтан сияқты атқылатуға қабілетті адам дейді. Мынандай, андай, сосын анандай адамдарға айналып кетеді дейді. Сосын анандай адамдар бар, анандайлар. Солар біз осындаймыз, бізді өстіп жаратқан табиғаттан осылай шыққанбыз. Маған ұнайды осы деген әңгіме басталады дейді. Так, но когда завеса раздирается дейді, бірақ бір күні дейді, осы күннің тұтылуы түріліп кетіп дейді, күннің шуағы шашырап кететін болса, күн болғанда Құдайдың күнін айтып жатыр ғой енді. В момент того рождения дейді, уже туылу туғызды болады көкөз дейді, который мы называем смертью дейді. Яғни завеса раздирается дейді, бұл перде жыртылып айырылып кеткен кезде дейді. Перде деп нені айтып жатыр? Өлімді айтып жатыр. Ажал келіп бас салса, жан ұрласа, сонда ойлап болады, не сенікі деген әңгіме бар емес пе? Сол кезде мәсаған деп еткізіп өлім сәті келіп, сен ұйқыңнан оятқан кезде дейді, сен көресің сол кезде дейді. Божественное солнце является мерой, становится абсолютными дейді. Жаңа ғана әркімнің өзінің шындығы бар. Барлық құндылық, барлық ақиқат қыздар относительно. Пожалуйста, деп отырады ғой дейді. Соның бәрі енді абсолютно болады. Уже адамдар әркімнің өз шындығы бар деп айтуға шамасы келмейді. Жағы қарысып, тіл байланып қалады дейді. Өйткені ән жерден абсолюттік бірақ ақиқат көрініп тұрады. Сені уже трали-ляли-валя, кәлен шеккенің, әләлә, жағы қыздарменен коньякқа тойып алып, қыздар қуамыз, от души қуамыз, қыздар біз басқаны қатырмасақ та қуды қатырамыз деген әңгіме жүрмейді өрде болды дейді. Меры становятся абсолютными. Существа и вещи становятся тем, чем они являются. Әрбір зат енді сені алдап тұрған басқаша түрде емес, енді өз настоящий Құдай жаратқан түріне енеді. Исследует путям своей истинной природы дейді. Осылайша енді олар бұл дүниеде түрлін өзгертіп, формасын өзгертіп, алдамшы болып құбылмалы күйде сені ақмақ қылып тұрады ғой дейді. Енді оның бәрі тынды дейді. Өйткені илахи Құдай жарыққа шықты дейді, мәсаған деп. Так. Это не означает, что божественные меры не достигают этого мира дейді. Бірақ сен бұған қарап дейді, божественный мералардың, яғни сонда күн тұтылып қалды, енді илахи жарық, Құдайдың жарығы бұл жер планетасына вообще жетпей ме енді сонда? Біз енді до конца осылай коньяк ішіп қуып, сол түкке тұрмайтын туған күнде бәдіршілердің бәрін жинап алып, сол караокеге барып, тошлап жеп, барылдаған, қырылдаған, зырылдаған, ана айнып кеткен, піл таптап кеткен слухымы, қырылдаған даусымы, сол өлең айтса, бә деп отырасың ба? Или болмаса каким-то образом жағы илахи жарықтың, біздің есімізді кіргізетін жарықтың өтіп кету мүмкіндігі бар ма? Так, это не означает, что божественные меры не достигают этого мира. Яғни осы әлемнің өзінде отырып, қап-қараңғы жерде отырып та, божественный мера, илахи, құдайлық өлшемдерді, яғни бәріне ортақ өлшемдерді ұстап алатын мүмкіндік бар. Так сказать, фильтруется его экзистенциальной оболочкой дейді. Яғни, экзистенциальная оболочка не деген кезде, бұл осы дүниенің тәртібінің пайда болатын жері. Уақыт пайда болады, кеңістік пайда болады, адамда дене пайда болады, адамда психика пайда болады, адамда эмоция пайда болады. Осының бәрін экзистенциальная оболочка дейді. Уже мына пісіп келіп, жарық келіп, мына уақыт, кеңістік, дене, ішіп-жем, биология деген пәленбай оболочкадан, қабықтан өткен кезде дейді, фильтруется дейді. Яғни көп жарықтың фотондар сөзі
сүзіліп қалып қояды дейді. Прежде они были абсолютными дейді. Бұл біздің осы дүниеде бір-бірімізге дәлелдеуге тырысып жүрген тауып алған майда шындықтарымыз бар емес пе? Олар басында бұяққа келгенге дейін абсолютно болып тұрған, барлық адамзатқа ортақ, бәрі бірден естіген кезде сөзсіз келісіп тізе бүгетін ақиқат еді. Но становятся относительными отсюда плавный и неопределенный характер вещей на земле. Именно уақыт, кеңістік, биология, умвельт, митвельт, эйгенвельт деген сияқты бірнеше сүзгіден қабықтан кедергі ұрын тарс етіп ұрынған кезде аналардың ірі ақиқаттың бөлшектері қалып қояды дағыны. Ең соңында майдалар түседі дейді. Қыздар, сәл шыдаңдар, соңына қарай еркектерді салып берем. Ақыларыңызды жемейміз. Но относительно, осылайша әркімнің өз шындығы бар деген адасу басталады. Отсюда плавный и неопределенный характер вещей на земле. Осыдан келіп, неопределенный характер вещей на земле. Бұл жердегі жер бетіндегі заттардың бізге түсініксіз характерлері. Бізді бұлыңғыр ұрып, сондай ма, сондай емес па деп теңселтіп қойған нәрсе осы. Звезда, которая является нашим солнцем, это не что иное, как бытие, увиденное через этот панцирь. В нашем микрокосме солнце представлено сердцем. Егер осы макрокосмостағы солнцені егер біз бытие деп алатын болсақ дейді, бәріне жарық шашып тұрған бір барлық жарық атаулының түбінде тұрған бір күн сияқты бірдеңе жарық шашып тұр деп айтатын болсақ, оның микрокосмостағы адамның бойынан іздейтін, олар айтады ғой, макрокосмос бар, микрокосмос бар. Яғни макрокосмос дүниедегі ғаламдағы не нәрсе бар болса, соның бәрі бір адамның болмысының ішінде бар деп. Онда микрокосмостың ішіне түсетін болсақ, онда адамның ішкі дүниесінің бәріне жарық шашып тұрған нәрсе ол сердце дейді, адамның жүрегі дейді. Енді мына жерде мынаған қатысты бір қисса айтып кетейік. Это не знаю, сендер кішкене мотивация болсын. Бағана шапалақпен беттеріңізден бір-екі салып жібергенге ойлап қалмаңыздар. Тек пессимистік бағытта айтылады екен деп, қазір оптимизмге келеміз. Хич мерак етмеңдер. Так, қараңдар мына. Это не означает, что божественные меры не достигают этого мира, но они, так сказать, фильтруются его экзистенциальной оболочкой. Осы оболочканы айтып отыр, жаңағыдай біздің осы дүниедегі әр бәлеге жабысып байланып, уақыт жетпейді, анау жетпейді, кеңістік тағып, жер керек, үй керек, бәлем керек, түген керек болып отыр ғой енді. Прежде они были абсолютными, но становятся относительными дейді. Сөйтіп, бұның бәрі бізді адастырып шатыстырып кетті ғой дейді. Енді осыған қатысты, бірақ осының бәрін Алла тағала есепке алады деп бізге енді қисса үйретеді. Башқанда қисса бізді аманда оптимистік мақамда ұстап отырады. Бізді ешқашан пессимизмге лақтырып жібермейді. Болды, құрдың, біттің сен шаруаң деп. Оны былай жасаймыз қиссамен. Баяғыда дейді, Жебірейіл періште Аллаға өзінің берілген құл екенін дәлелдеймін деп дейді, миллион жыл сәждеге басын төсеп жатты дейді, маңдайын. Соның әбден Құдайға су болып езіліп жылады дейді, көзінің жасы көл болды дейді. Миллион жылда көзінен аққан жас, дұғада жасаған көзінің жасы дейді, көлшік болып қалды дейді. Сосын ебіл-дебіл шығып, миллион жылдан кейін басын көтеріп, я Алла, менің осы құлшылық ибадатыма сен ырзасың ба деп айтты дейді. Сосын Алла аса бір қатты тебіреніп кеткен жоқ дейді жаңағыдай. Я Жибрейіл, енді ризамын ғой саған енді. Риза болмағанда қайда барамыз енді? Дұрыс, жақсы. Бірақ сенің осы менің дәргайымда жүріп миллион жыл көзіңнің жасын көлік төккен құлшылық ибадатың бар ғой деп айтты. Сол ана жердің бетінде тіршілік қылып жүрген менің адам деген құлым бар емес пе деп айтты. Соның азанда апыл-ғұпыл, асос, үсігіс оқыған екі бас намазына жетпейді деп айтты.
сосын жебірейіл таң қалды дейді, я алла, сен әділетті құдай емессің ба, қара қылды қақ жаратын, сенде ондай болмау керек қой деп айтты дейді. Не болды сонша дейді. Қалай болды деп айтты дейді. Мен ынты шынтымен көзімнің жасын төгіп миллион жыл көңіліме ештеңе кіргізбей тек қана саған деген махаббатпен бар ынта ықыласын төгіп тұрып миллион жыл қыбырламай жыбырламай жатам. А сенің айтып отырған ана адамың деп айтты дейді. Апыл ғұпыл бардым келдім, бүйтіп әйтеуір бір екі бас намазын оқыған болады. Қалай оның шалағай намазы мен мына миллион жыл құлшылығымнан бұл жоғары болады деп айтты дейді. Жебірейіл, сен не білесің деп айтты дейді. Сен адамдың білмейсің ғой қандай екен деп айтты дейді. Мен сол ана құлыма таң қаламын деп айтты дейді. Сен білесің бе оның адамның қандай проблемасы бар екен деп айтты дейді. Оның қатын бала шағасы бар. Ол үйін жылыту керек. Ол отын тасу керек. Ол огородқа қарау керек. Ол ана су қатып қалмау керек. Ана продукттың бәрі көгеріп кетпеу керек. Ол мияқтан светтің ақшасы келіп жатыр. Светті төлеп, дей берген кезде туысқандар тойға шақырады. Ол тойға бірдеңе апару керек. Он енді мияқтан қарасаң кредитке алған айфонның ақшасы келіп тұрады ғой. Енді 10 төлеп отқан кезде қызының курсының ақшасы келіп тұрады дейді. 10 төлеп отқан қыз мияқтан баласы биыл оқуымның ақшасын төлемесеңдер декан айтты, бәрің отчисление кетесің деп жатыр деп, мына жақтан тағы звондап тұрады. Енді сен деп жатсаң туған інісі звондап тұрады. ТТП-ға түсіп қалдым, қарызға ақша берсін, мен гаидан құтқарып. Сұмдық қой бұл адамның өмірі деп айтты. Сен білесің бе, бұлар күніне 3 мезгіл тамақ ішпесе шырылдап кететін. Осыншама 1000 проблемасы бар адам деп айтты. Қалай мені ұмытып кетпей, есебін тауып, соншама кредиттерінің арасынан, соншама қарыздарының арасынан бұл уақыт тауған жерінен екі бас сәжде қылып тұрады. Сен ойлансайшы деп айтты. Жебірейіл деп айтты. Сенде қыңқылдап ақша бітті. Ақша аудармайсың ба? Ақша бітіп жатыр, не істейміз деп қыңқылдап қаның ішіп отыратын қатының жоқ. Оқуым ақшасын төлемедім, балаң жоқ. Курсының ақшасын төлемедім, қызың келіп тұрған жоқ. Үйдің жылуы жоқ. Светтің ақшасын төлемейсің. Налог жоқ, НДС жоқ. Конечно, жатыр. Тағы да миллион жыл жатыр дейді. Сен адам болып көр деп айтты. Сөзі білесің сен деп айтты. Көрдіңіз? Мына айтып отқан сол экзистенциальный оболочканың өткен кезінде дейді. Мына бәрін өткірген кезінде ана жақтағы абсолюттік шындықтардың бәрін шашылып қалатын себебі сол дейді. Сондықтан шынымен де мен қазір сіздердің даже осы отырған отырыста 1000 проблемаларың бар ғой. Біреуінің күйеуі жайсыз, біреуінің енесі жайсыз, біреуінің саудасы жүрмей жатыр, біреуіне НДС келіп жатыр, біреуінің счетін жауып тастаған, біреу декреттің ақшасын ала алмай 34 градус аязда ойбайлап ана жерде әкімдермен қырылып жатыр, анау анамен қырылып жатыр, ана жерде біреу ДТП-ға түсіп жатыр, біреу үй өртеніп жатыр, біреу мияқтан біреудің баласы ауырып қалған, сбор ашып жатыр, Индияға бар емделем дейді, Құдай үшін ақша салыңдаршы деп жатыр, анау той болып жатыр, анау абысын ажырасып жатыр, анау кредит деген бетіп телефондарын қып-қызыл төле деп мына жақтан сергектен келіп жатқан штрафтар пик. О май гад, соншама 1000 осындай экзистенциальный оболочканың ішінде қалай сендер уақыт тауып мына эфирді күтіп отырып тыңдайсыңдар 2 сағат? Мен соған таң қаламын. Қалай уақыт тауып тыңдап отырсыңдар сендер? Әр квитанция келген кезде адам бір өліп тұрмай ма?
Так, мен кеш тамағым ішкен жоқпын. Осы жерден тоқтаймын. Енді қалған бұл енді аналогия беріпті. А Луна — это мозг, который макрокосмический